аборт болды. Мысалы кейде болады ғой, мамадан сұрайсың, менің алдымда артымда аборт болды ма, түсіп қалған түсік тастау болды ма, ол қаншасыншы жылы болды, қай баладан кейін болды деген сияқты да. Сол сияқты ар жақтағы аталар, мысалы бабушкаңды да, например, мамаңның мамасы, ол кісіде қанша бала болды, 11 бала болды ма, оның біреусі бірінші шетінеп кетті ма, жоқ туыла беріп нормально болды ма, или ортасында болды ма деген сияқты сол информацияны білген кезде соның бәрі өзі шығады. Ол қайдан шыққан, мынаны Получается, сен көрмесін. өзіңнің мамаңдікін, сосын әжеңдікін білсең болды ғой, енді оның ар жағындағыларды Иә, білмейміз. и сосын папаңдікін, папаңның тоже жағын білесің да. И сол жерде уже шығады анау ортасындағы дыркалар бар ғой, екі деген мысалы, екі дырка болса, дырка дегенде мысалы болады ғой, бір бала туылады, одан кейін екі бала туылса, екі бала шетінеп кеткен, или үлкейгенде өліп қалады ғой, мысалы кейде мысалы 30-ға келгенде өледі, біреу 40-қа келгенде өліп қалады. Сол ортасында жоқ па, мысалы, или туыла салғаннан кейін өлген, 2 жасында өлген деген сияқты. Сол бір баладан кейін екі бала өліп қалса, одан кейін үшінші бала туылған кезде, мана бірінші баладан кейін ортасы ашық та. То есть бала өліп қалған ғой. Бала не үшін өледі? Измена болған кезде не күйеу жақтан, не әйел жақтан обязательно бала өледі. Жас кезінде өледі, шетінейді. Просто так өлмейді бала деген. То есть әке шешесінің кармасы бұзылғанда бала өліп бастайды, ерте өліп қалады. Солардың бәрін зерттейміз. Сол кезде мынау сандар шығады, мына жерде екі дырка, мына жерде бір дырка деген сияқты мысалы да. Сонда мына бірінші тұрған баланың проблемасы көп болады да, потому что мына екі өлген баланың бүкіл ауыртпашылығын мына бала көтереді, мына жағындағы бала. Егер екі жағында да бала өлген болса, аборт жасалған болса, тіпті қиын болады. Соның өмір бақи қиын болып жүреді да. Екі жағында опорасы бар адамдарда, балаларда, олардың өмірі кәдімгідей стабильный болады.